Қайырлы күн, қайырлы кеш достар. Қалдарың қалай, жақсы ма? Бүгін менің қозғайын деп отқан тақырыбым жалпы жұмыс туралы. Жұмысты қалай іздейміз, жұмысты қалай табамыз, сол туралы. Біраз студенттеріміз бітіріп жатады, жалпы адамдар жұмыс жасайды. Бізде бір менталитет қалыптасқан, жұмыс жоқ, қазір оған бір таныс керек, оған бір үлкен білім керек, айлық аз деген сияқты. Асығудың, өкінудің қажет жоқ деп ойлаймын. Мен 21 ғасырда егер интернет технологияны, заманауи компьютер жақтарын жақсы білсеңіз, көп нәрсені жылдам, шаршамай-ақ табуға болады. Сонымен қатар қызықты бір нәрсе, біраз фишкаларды айтатын болам. Ең бастысы менің каналымды жаңадан көріп отқан көрермендер болса, тіркеліп, ойыңызды, пікіріңізді жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мені ары қарай осындай қызықты контенттерді жазуға маған мотивация күш береді. Ендеше кеттік. Ең бірінші жұмыс іздеген кезде, енді менің де басымнан өтті, біраз адамдарға көмектесем. Жұмыс іздеген кезде инструменттерді қалай қолдануға болады. Өзімде қандай жұмыс іздеген кезде ең алғашқы қандай фишкаларды қолданам, қазір де қалай қолданам, қалай жұмысшы табам, жұмыс іздеген маған өзіме жұмысшы қалай табам деген сияқты сол туралы айтып кетем. Ең бірінші топ сайттар бар. Ең бірінші Қазақстанда енді былайынша үлкен, танымал, солидный үлкен компанияларды іздейтін болсаңыз, компания бойынша, не бойынша, ол ең бірінші сайт бізде Қазақстанда ол дамыған HeadHunter деп аталады. Мына жерде дайындап қойдым сіздерге спискісін. Ең бірінші сол HeadHunter-ге кіреміз, hh.kz деп аталады. Осы HeadHunter-ге кіресіздер, создать резюме дейсіздер. Мына жерде өзіңіздің ішіне кіріп регистрация жасағаннан кейін барлық резюмеңізді шынайы әдемілеп жазыңыз. Егер лайк көп жиналып осы видеоға неғып атса, мен жеке қалай нөлден бастап резюмені қалай жасайды, жұмысты қалай жазу керек, сопроводительный письмоларды қалай жазу керек деген сияқты отдельный видео түсіретін болам. Мен жалпы бұл жерде сайттарды таныстырайын деп жатырмын, инструменттерді, фишкаларды айтам. Ең бірінші осы сайтқа кіресіздер, осы туралы видеоларды қарап алсаңыздар, YouTube-тан, Google-дан іздесеңіздер, негізі біраз нәрсені табуға болады. Жалпы осы жерде осындай HeadHunter-дің өзіне кіріп, жұмыс іздеуге болады. Мына жерге даже қандай жұмыс керек жазсаңыздар да болады. Я ищу сотрудника десеңіз, жұмысшы іздейсіз, өзіңіз дейтін болсаңыз, регистрация жасағаннан кейін көп нәрсе. Например, системный администратор дейік, жүйелік администратор. Енді көбінесе бізде орысша болғаннан кейін орысша іздейді. Міне системный администратор. Регистрациясына қаланы барлығын таңдайсыз. Қазақстан, Алматы, Нұр-Сұлтан, Қарағанды деп өзіңіздің қалаңызды таңдайсыз. Например, мен Алматыда. Міне системный администратор. Мына жерде нелерін беруге болады. Так, за все время, за последний месяц деген сияқты. Енді обычно за последний месяц таңдайды. Осындай за последний месяц, бір айдың ішінде енді резюмелер кетіп қалмайды. Осы жерде міне тұрады. Резюмеңіздің бәрін толтырып болғаннан кейін, ол жерде процентімен барлығын, қанша процент резюме толтырдыңыз барлығын көрсетіп тұрады. Өте керемет сайт. Мына жерде компания бойынша да өзіңіз тауып алып, өзіңізге керек, например, банктердің ішінде сіз, например, Каспийде істегіңіз келсе, Каспий банкте, тек Каспий банкке таңдап, сол жерде өзіңіздің Каспий банктың өзі берген должностьтарыңыз қарауға болады. Мысалға сіз басқа да бір жүйелік администратор емес, может быть, бір веб-дизайнер, басқа да бір компьютерге, басқа да бір жұмыстарды қарап жүрген болсаңыз, жалпы компания бойынша іздесеңіз де болады. Немесе нақты мамандығыңыз бойынша, квалификация бойынша іздесеңіз де болады. Мына жерде мысалы системный администратор 300 000 беремін, мынандай требованияларын бәрін оқисыз, и откликнуться деп басасыз, и өзіңіздің арада кіргеннен кейін сопроводительный письмамен жібересіз. Компанияға ол міндетті түрде барады, бір аптаның ішінде қарап, сізге жауабын береді, жазады сізге. Собеседованиеға шақырады, қай уақытта қалай сізге звондайды деген сияқты. Арада резюмеде өзіңіздің барлық данныйларыңызды қалдырасыз. Өте ыңғайлы, өте танымал, ең солидный, ең мықты, ең күшті жұмыстардың барлығын, егер жақсы маман болсаңыз, егер жақсы мамандықтың иесі болсаңыз, жақсы айлық іздеген болсаңыз, осы сайт таптырмайтын сайт. Осы жерде біраз бүкіл компаниялар, атақты танымал барлығы бар, осыдан қарап көрсеңіздер болады. Міне компания бойынша жаңа айтқандай, міне компания, қандай компания, адан келетін қандай компания бар, бассаңыз бәрін шығарып береді. Регион бойынша Қазақстан, кадровое агентство. Ну, давайте Б-ны басып көрейік.
Что-то мына жерде регистрация жасау керек, сосын табады мына жерде негізінен. Так, ана системный администраторға алып тастау керек. Енді общий Г дегенді көрейік. Сонда жалпы сондай. Так, келесі енді тұрып қалмайық, бұған отдельно бір үлкен жеке видео түсіру керек. Мен жалпы сіздерге ең танымал іздеу жүйелерін көрсетіп жатырмын. Іздеу жүйелері емес, компанияның аттарын. Так, келесі бізде OLX дейді. OLX-ті барлығымыз білеміз. Жұмыс іздеу жағынан, HeadHunter деген ең ыңғайлы осы OLX. Осы рубриканың ішінде работаны басасыздар. Так, работаның ішінде мына жерде барлығы тұр, қандай работа таңдайсыз, разнорабочий, транспорт, логистика, білмей өзіңіздің мамандығыңызға байланысты қарайсыз, например, образование, науканы таңдап көрейік. Мына жерде тұрады. Өзіңіздің поляларды толтырсаңыз болады, тип занятия қандай, полное занятие, частичное деп қосымша ма, уақытша ма, временное, полный ма, соған байланысты өзіңізге удаленный ма, мына жерде барлығын көрсетіңіз, сөйтіп өзіңізге керек жұмыстарды табу алыңызға болады. Мына жерде мен примерін көрсетіп қойған. Өте ыңғайлы, өте жылдам, күнделікті датамен сортировка жасап қарап отырсаңыздар болады. Келесі бізде тапсырма Market.kz. Енді сіздерге үлкен-үлкендерінен бастап жатырмын. Market.kz-тің ішінде де работа деген отдел бар. Здесь так. Нет. Так. Мына жерде енді қараймыз. Мына жерде де көрдіңіздер, барлық мамандықтар нелер жазылған, қандай сізге керек, административный, IT, мысалға IT таңдайтын болсам, мына жерде көрсетеді. Показать список, показывать плиткой деген сияқты, цена деген по цене. Арада қарайсыздар, қандай тоже дата бойынша бәрін рет-ретімен бүгін 5 август, ищу. Мына жерде жақсы жері өзіңізде объявление бере аласыз, ищу деп, іздеймін деген сияқты. Сізге тоже откликтар жақсы түсіреді. Міне HeadHunter-де де неде де өзіңіз жұмысшыны іздесеңіз де болады, немесе өзіңіз жарнама берсеңіздер болады. Мынандай HeadHunter-де ондай жасай алмайсыз енді жарнама. Ал ол жерде резюме толтырсаңыз, ары қарай откликация етсеңіз барлығы болады. Мыналарда бір плюсы бар, өзіңіз жұмысты іздеуіңізге болады, плюс еще өзіңіз объявление берсеңіз болады. Ищу, іздеймін деген сияқты өзіңіздің требованияларыңызды жазып. Маркетте де өз қарасаңыздар болады. Одан кейін бізде работа нұр деген бар. Қалғандар енді примерно ұқсайды, көрсете салайын. Работа нұр, бұл жерде де профессия бойынша қарайсыз. Мына жерде юриспруденция деген сияқты мына жерде шығарып беріп тұрады. Ақтау, қалаңыз таңдайсыз. Бұл жерде полялардың барлығын Жасберг, удаленно барлық нелер бар. Барынша мүмкіндікті қолданып осылай іздесеңіздер болады. Одан кейін келесі описанияға да салып кетем. Работа нұр деп аталады. Яндексті, таксиді білесіздер, Яндексті білесіздер, атақты үлкен қазір дамып келе жатыр. Бұл жерде де Яндексті үлкен, тоже широко. Бұл жерде де мамандықтар, топ мамандықтар, персонал, консалтинг, сервис, наука деп өз таңдап. Бұл жерде де қазақстанский үлкен жұмыстарды қарап іздесеңіздер болады. Так, одан кейін зарплата KZ. Мен сіздерге енді танымалларын бәрін, өйткені жұмыс деген кезде бір ғана сайтқа қадалып қалмаңыздар. Барлық сайттарды мүмкіндігінше жақсы үйреніп алып, жақсы барлық толтыратын данныйларыңызды жақсылап толтырып, резюмеңізді жақсылап дайындалып алып, сопроводительный письмоларды да гуглить етіп, тауып алып, қалай жазылады, қалай деп қарасаңыздар, көп нәрсені тауып алуға, барлығын дайындап қойсаңыздар, шикарно, әдемілеп. И осының бәрін толтырып жібере беріңіздер, тоқтамай. Обязательно көп ұзамай сізге бірнеше собеседование шақыратын болады. Одан кейін Еңбек.kz, біздің қазақстанский өзіміздің еңбек. Бұл жерде де жұмыстар өте көп. Мына жерде де ищу работу по профессиям, мына жерде де. Міне көрдіңіздер, мына жерде сварщик, не деген сияқты. Все вакансии деп, сегодня мына жерде қарайсыздар, қаланы таңдайсыздар, Алматы деп. И мына жерде осы біздің Еңбек.kz-тің берілген осындай жұмыстарын қарасаңыздар болады. Тоже өте пайдалы. Одан кейін Қызмет.kz, давайте мен сіздерге. Бұның барлығын описанияға салам. Қызмет.kz, бұл жерде де Алматы, қалаңыз таңдап, профессияларды қарасаңыздар болады, толтырып. Барлығында негізі ұқсас. Бірақ әрқайсысында кейде сізге керек мамандық шығып қалу ықтималдылығы жоғары. Болып қалу мүмкін. Так, міне мына жерде де сондай система барын, қаланы таңдайсыз, мына жерден еще деп қандай қала. Мына жерге поиск жасайсыз, резюмелерді қарауға болады. Егер өзіңіз резюме толтыра алмасаңыз, біреулердің ұқсас мамандығыңызға резюмелерін қарап, сол жерден
өзіңізге керек кілттік сөздерді қолдансаңыздар болады. Өте тоже сондай фишка бар. Одан кейін соңғысы бізде кнопка.kz деп аталады. Бұл жерде де жұмыс, ищу работу деген сияқты вакансияларды қарап, бұл жерде де мына жерден өзіңізге керек мамандықтарды таңдап, инженер техник деген сияқты зарплаталармен танысып, данныйларын қарай берсеңіздер болады. Міне осының барлығын описанияға салып кететін боламыз сайттарды. Міндетті түрде қазір онлайн технология өте дамыған. Бір жерге барып, бір жерге қазір бір жұмыс істеу үшін барып келу мынандай күн ыстықта қанша уақытыңызды алады, энергияңызды алады, бір көп болса бір 2-3 жерге барып келе аласыз. Шаршап қаласыз. Ең бірінші айтарым сіздерге осы интернет технологияны, интернет сайттарды қолданып, резюмелерді жақсы толтырып, барлығын жіберіңіз, барлығын толтырыңыз, объявление де беріңіз. Содан кейін барып, өзім қолданған, мен бірінші осы арқылы үлкен-үлкен жұмыстарды, кез келген заказдарды да таба аламын. Басымнан өткен, пайдасы өте зор тиді. Әрине қазіргі кезде өте бірінші орында осылар. Одан кейін екінші жолы қолданатын техника, сол өзіңіздің тұратын жергілікті жеріңізде газеттер болады, жарнамалық газеттер, өзіңіздің қалаңыздағы. Сол газеттерді алып алып, сол жерде вакансияларды қарасаңыздар болады. Осындай ожақтардан да пайдасы тиген кездер болды. Үшінші, ең қарапайым жолы, мысалға көшеде, подъезде ілініп тұрады кейде. Осындай нелер керек деген сияқты. Егер мұғалім болсаңыз, дәрігер болсаңыз деген сияқты, оларды қалай табуға болады? Например, дәрігер или мұғалім болсаңыз, резюмеңізді жақсылап толтырып алып, ең бастысы сол мекемеге барып, өзіңіз істегіңіз келетін, өзіңіздің районыңызға жақын барлығын есептеп, чтобы шаршамайтындай, алыс жол жүрмейтіндей, сол районда, сол микрорайонда, сол жердегі барлық мектептерге, поликлиникаларға кіріп, директоріне жазылып, или главврачына жазылып, или отдел кадріне барып, резюмені міндетті түрде тастап кетуді ұмытпаңыздар. Пайдасы өте күшті көмектеседі. Осындай нәрселер бар, айтайын деген, көрсетейін деген осы фишкалар ең бастысы. Тағы фишкалардың ішінде оз ең бастысы апару керек, одан кейін жаңағыда резюмелеріңізді тастап кету керек. Все, айтайын дегенім осы. Сіздерге ұнаса, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы каналымызға тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.